Ата бүгін сабаққа бармай қойыншы. Қалай бармайсың? Сабаққа бармағаныз. Жоқ, сабаққа бару керек балам. Сабақты жақсы оқысың, анау қасыңда отырған анаң сияқты дәрігер боласың. Орташа оқысаң, анау тұрған әкең сияқты боласың. Сабақты мүлдем оқымасаң мен сияқты боласың. Ойнап айтам мен. Сабақты оқу керек. Кезінде осы сабақты ешкімден көшірмей-ақ төртке оқыдық қой өзі. Көшірмей-ақ дейді. Өмір менен көшіретін отырып алғансың. Ай, соның үлкен қателік болды. Сенен көшірмегенімде кім біледі, беске оқитын бедім. Сендерде бүкіл мүмкіншілік бар қазір, Еркеш. Біздің кезімізде 2 балаға бір кітап беретін. Ой, сендердің кездерінде 2 оқушыға бір кітап па? Бізде бір сыныпқа бір кітап болатын. Сынып дейсің ба? Бір мектепке бір кітап болатын. Бізде мектепте болған жоқ. Қырда оқыдық. Болды. Шай ішіп болдыңдар ма? Ас қайрайық. Ата бата бермейсіз ба не? Үй, осы жолы бір жаңа бата жаттамай бем. Бұлай қайыра салайық, әумин. Мектепте де тура осылай оқиды. Әр қазақтың баласының ақ жолықты апасы бар. Ақ апаның ақ самайлы арқа сүйір атасы бар. Аталардың бәрі дана ақыл айтар солар ғана. Жол күзеткен тұңғыш ұлы серттеген баласы бар. Ел арасын жалғаған айналайын келінен. Айгүлдей бір медбике ақ халатқа киінген. Күніменен түніменен пайда көрем деп несиеден. Берікте жүр бұл үйде ақша сана үйренген. Әсер ару қыздар жүрген риза болып. Алайдардың үнемі ешкімменен шаруасы жоқ. Атасы мен апасының еркешей бір баласының еркесінің бұл үйдің таусылмайтын сағым. Бұл отбасы бәленшейде. Аға лейтенант. Whoa! Hello! My name is Serek. London is capital of Great Britain. Қайырлы күн қалайсыз? Мен ештеңе ұстаған сияқты едім қой. Осы мен түсінбеймін. Қазақтардың арасына бір афроамерикандық түсе бәрі ақылшанша сөйлеп кетесіздер. Ұя алмайсыңдар ма? Ондаймыз ба, біреу кесе болды, бәріміз сөйтеміз. Кешіріңіз, мен жүре берсем бола ма? Жүре беріңіз. Black Lives Matter. Рахмет. Ұятай. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айта беріңіз, құлағым сізде. Мен соңғы кезде қатты ашуланғыш болып кеттім. Маған тынышталдыратын дәрі керек. Бізде 8.000-нің дәрісі бар. Жоқ. Қымбат. Маған арзандау керек. Онда 3.000-нің дәрісі бар, о да жаман емес. Ол да мен үшін қымбат. 500 теңгенікі бар. Керемет. Соны беріңізші. Қазір. Бұл не? Аласың ба? Иә. Осыны беріңізші. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз, иә. Шай, кофе? Кофе. Дұрыс таппадыңыз. Бізде шай ғана бар. Камила, 2 шай. Иә, айта беріңіз, не мәселе? Түсінесіз ба, барар жерім баспаған тауым қалмады. Мен көп балалы анамын. Сіз көмектеспесеңіз болмайды енді. Көмек болады. Бірақ үкіметтен көмек келесі жылдан бастап деп жатырмыз. Сондықтан да сәл шыдаңыз, сабырлық сақтаңыз. Жоқ, сіз түсінбедіңіз. Асында мен жүк мота алмай тұреді, соны итеріп көмектесіп жіберіңізші.
Кешіріңіз. Сәлем. Сіз Иә, тыңдап тұрмын. екеуміз бірдей жаттығу жасап жатырмыз да? Иә. Бірақ сіз шаршамайсыз. Сонда бұрыннан айналысасыз ба осы жерде? Жоқ, әні. Мен мотивациялық аудио тыңдаймын. Көресіз ба? Иә, қандай ол? Қазір қосып беремін. Саламатсыз ба? Не болды? Саламатсыз ба, кешіресіз, бізде бұлай отыруға болмайды. Ой, мен отырғанда мынау шрифттарын кішкентай жазып қойғансыңдар ғой менюді. Үлкейтіп жазбайсыңдар ма? Мен сізде ұйықтап кеткен шығар десем. Тапсырыс бересіз бе? Сен қазір бір 5 минуттан кейін айналып келші бауырым. Одан кейін беремін, жарай ма? Аха, жақсы. Кеп кішкентай жазып қойғансың, қандай тамақ екенін білмейсің. Так, Пәленше, не істеп отырсың? Ишенке апай. Не анау қолындағы? Әкел бері. Не, хат жазып отырсыңдар ма? Иә. Бір жағынан хат жазған дұрыс, пайдалырақ мына телефоннан жазғанша жазуыңда жақсарады. Ей, телефон зарядкасы өшіп қалған. Сөйлейін қара. Жас. Не, жап-жасың. Мынау біздің тойымыз ғой. Қандай жас болғанбыз, жап-жас мына жерде. Сен әлі де жассың, ей. Қойшы. Ойларына беріпті қара. Ой, қандай арғи мынау. Енді ол кезде әкімшілік істеген жоқ қой. Қазір Еркоштың альбомын қара екенді. Қара. Міне. Көрдің бі? Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Арыз жазайын бе? Не болып қалды? Ақшам бірлатады. Қашан? Біраз болып қалды. Түртісін сипаттап бере аласыз ғой? Иә, мұнда аты жөні, нөмірі, телефоны, фамилиясы бәрі жазылған. Ой. Ең қиын жұмыс маған қалып қой, жарайды. Осы ма? Осы? Ұрлаған, сен маған қарызға бердің ғой? Мен қарызын қайтармайсың бе? Міндетті түрде полицияға алып қалмаған шығуым керек па? Өзің ғой телефонын көтермей жүрген. Көке, барып далаға шығып сөйлескендесіз бе? Жүрші. Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Ал, не жағдай, айта бер, тыңдап тұрмын. Апай, маған әскерге мүлде жарамайды деген қағаз жазып бере аласыз ба? Не үшін? Әскерге барғым келмейді. Бірақ мен сізді ренжіттім. Мен пара алмаймын. Жоқ, сіз бірінші конверттің ішін ашып қараңыз. 100 теңге? Иә, сіздің ақша алмайтыныңызды біліп, әдейі 100 теңге салып жібердім. Жоқ, егер мені пара алмайтынды білсең, неге 100 теңге салдың ішіне? Енді қазір 100 теңге деген ақша емес қой. Негізі бар ғой, сен сияқты әзілкеш жігіттер біздің қарулы күштерге өте қажет болып тұр. Жарамдысың, әкел. Ой, апай, әскерде 1 жыл уақытымды құр босқа өткізсін деп тұрсыз ба? Ой, құдай, қазір 1 жыл деген уақыт па? Мына 100 теңге сияқты өтеді де шығады. Мә, кет. Нан, сүт, колбаса. Болды ғой да? Басқа ешнәрсе алмайсыз ғой? Да, все можете считать. 2000 теңге болды. А у вас перевод есть? Перевод. Газ. Летишь, брат, Я вас уже 15 минут жду. У вас есть перевод?
У вас 2000 теңге. Ата, отырыңыз. Ой, айналайын, өркені көрсін. Ой, тұра тұр. Кім қай жылғы? Мен 55-пін. Ha? 55. Ал ендеше, мен де 55. Біз құдас болып шықтық қой. Онда кім қаяй? Мен желтоқсанмын. Вообще, ол тұра тұр онда сен. Қаяй? Мамыр. Шеголдар ағаларыңа жол беріңдер. Наурыз. Кешіріңіз. Сәлем. Сәлем. Маған көмектесе аласыз ба? Әрине, не істеу қажет? Болды, шаршадым мен. Өтініш, басқа біреуден сұрашы. Тағы кішкене шыдай тұрыңызшы енді. Өтінем, тағы да бір 5-6 фото. Жарайды. Тараз шағарыдан Шымкент шағарға келім болып кеттің қалай еле осыны айтты. Ойлады ма? Шағыр. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Нан бар ма? Нан бар ғой. Бір нан бере салыңызшы. О, мінекей, бір нан бар. Енді осы нанды сатпай қоя тұрыңыз. Мен бір айын алып келейін. Басқа жақта таңдау болмаса, сізден осы нанды сатып аламын. Жарай ма? Сен әзілдеп тұрсыз ба? Қалжың шығар? Ешқандай да әзіл емес. Мен де базарда киім сатам. Өткенде сен келіп, мына киімді сатпай қоя тұрыңыз, қазір бір айын алып келем деп кеттіңіз ғой. Қалай екен? Жақсы ма екен? А? Ой, не істеп жатырсың? Мен ба? Көріп тұрған жоқсың ба? Үй тазалап жатырмын. Үй таза болу керек. Полиция ағай, көмектесіңізші. Ойбай, не болып қалды? Менің ақшамды ұрлап кетті. Соған арыз жазайын деп келіп едім. Бұл жазыңыз. Қанша сомада? 500. $500 ұрланды. Жоқ, доллар емес. Енді 500 евро, 500 ян? Жоқ, теңге. 500 теңге? Иә, 500 теңге. Қарындас, әзілдеп тұрсыз ба? 500 теңгеге болады? Жоқ, әзілдеп тұрған жоқпын. Сізге сол үшін әдейі таксимен келдім ғой. Сіздің таксиіңізге одан көп ақша кеткен шығар? Жоқ, менікі принцип. Принцип? Иә. Мінекейіңіз, принципіңіз. Мен уақытымды алмай, басым қатырмай кете беріңізші болды. Рахмет. Принципқа берік болу керек. Кел. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Отыра ғой. Я, айта бер, не болды? Мен өзіңіз айтқан дәрілерді сатып алып, уақытымен іштім. Қандай дәрі? Депрессияны емдейтін дәрі. Олай болса болды, біздің процедурамыз бітті. Қалай сонда? Енді қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Қалай, жақсарып қалдың ба? Жақсарып қалдым. Әсіресе дәрі сатып алу қажет емес екенін естігенде өте жақсарып қалдым. Дәрілеріңіз удай қымбат қой те. Нема, депрессияң кетті ме еді? Кетті. Айттым ғой мен саған, біздің дәрілер көмектеседі, уақытымен ішсем болды деп. Болды, ауырмай еді. Рахмет. Жақсы.
Жадыңда, бұл тонау, ақшаның барлығын сал. Бауырым, біріншіден мынау кірерде, бірінші байқаған маскасыз мен ешқандай қызмет көрсете алмаймын. Сен немене қорықпай тұрсың ба не? Қалай қорқасың бауырым? Сен менің өміріме кәдімгідей қауіп төндіріп тұрсың. Мен маскасыз ешқандай жауап бермеймін. Сөйлеспеймін де болған. Мен маска киіп келсем, ақшаны бересіз ба? Сен бірінші киіп келсей? Неше түрлі адамдар бар еді? Маскасыз қайтып келеді ғой. Мен масканы киіп келдім. Бұл тонау. Болды аға. Болды, ашуламаңыз. Мына жердегінің барын ала беріңіз аға. Мен ашуланып тұрған жоқпын. Болды аға, ашуламаңыз аға. Ала беріңіз мына жердегілерін бәрін ала беріңіз аға. Тек атпаңыз аға. Жарайды, рахмет. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, балақай? Кім ізден? Біріншіден мен балақай емеспін, екіншіден мектепте не болып жатқан білесіз ба? Не болып жатыр? Балалар өзін қалаған жұмысын таңдап жатыр, мұғалім болып жатыр. Иә? Ал мен директор болдым. Солай ма? Құттықтаймын. Рахмет. Енді маған не үшін келіп тұрсың? Мен директор болдым ғой. Ал сіз бухгалтерсіз, дұрыс па? Иә. Сол айлығымды алып кетейін деген ғой. Құры жоқ ол сабағыңа. Директормен қалай сөйлесесің, а? Ей, балақай, сен неғып Мен сізге жер мәселесі бойынша кеп тұрған едім. Жер мәселесі? Әзір ма бұл? Пранк па? Жоқ. Мен жер алуға келген едім. Кезекке тұруға ма? Иә. Ой, ерде емес пе саған? Жоқ, тура уақытында келін деп ойлаймын. Қалай сонда? Қараңыз, мен қазір 7-дем. Мен мектеп бітіріп, универ бітіріп, сосын жұмысқа кіріп, пенсияға шыққан кезде, как раз деген жердің кезегі кеп қалады ғой. Ой, бәрекелді. Жақсы ойланады екенсің. Құжаттарың бар ма? Иә. Әкел, толтырып берейін. Ай, бәрекелді. Секе, бүгін осы ауданды бітірсек тексер. Музыка ғой мынау? Иә. Той болып отыр. Болды бе қазір. Шақырайын. Шақырым. Өзім кіріп шығам. Шақырма. Болды. Рахмет. Ойбай. Секе, не болды? Музыка әлі шығып жатыр ғой. Болмады. Кіріп барып полиция қызметкерімін десем, ешкім сенбейді. Неге? Білмеймін. Сосын? Ана бір диета кезеттің әншісіне ұқсайсың. Bir an айтып жіберші дегеннен кейін. Әр айтып, сосын дастархан жайып, ой, ет қойып алдым, тамақтар, су, рахат. Ондай адамдарға қайықтан айыппұл саласың не қой? Секе, қалай сонда сен диета кезеттегі әншілерге дым ұқсамайсың ғой? Соны айтып тұрмын ғой. Енді мен ақкөңілдігім байланып тұр ғой. Ән айт десе, ән айтып қоя берем. Бұдан кейін кіргізбеймін десе мен мына жерге. Шаршап та кеттім. Кіре бер. Ал, кіре беріңіз деймін. Ұйықтап қалған ба? Айттық қой, кіре бер деп. Ау, не істеп тұрсың? Кешіріңіз, менің кез келген сәтте ұйықтап кететін әдетім бар. Қызық екен, е? Бұл ауру қашаннан басталды сонда? Қашаннан басталды деймін? Ау! Ойбай, мына тағы ұйықтап кеткен ба? Мен сенің ауруыңды түсіндім. Сен өзі ояу отырсың ба? Иә.
Сен бар ғой, саған айтатын бір кеңесім бар. Үлкен сомаға кредит алшы. Тап қазір бар. Көмектеседі деп ойлайсыз ба? Ойбай, уайымдама. Ұйықтайын десең де ұйықтай алмайсың. Тіптен ұйықтап кеткен жағдайда өздері хабарласып оятып жүреді. Рахмет үлкен. Мен онда дәл қазір барып алайын. Қазір бар. 10 миллион ал. Адамдар азайған сияқты. Мен енді өзім жұмысыма кірісейін. Қарыз деп тұр басы ғой. Айтар. Міне. Өлтірген. Енді қарыз жоқ. Ол шеңгірдің ма жұмысқа? Әсел, екеуміздің танысқанымыз ұзақ болмаса да, осы аз ғана уақыттың ішінде мен сені сүйіп қалдым. Сен сондай романтиксің. Мен екеуміздің үйленіп, шаңырақ көтергенімізді қалаймын. Ал мен қаланың сыртында екеуміздің зәулім сарайымыз болғанын қалаймын. Басыңда ақ орама. Ата-анама келін қылып, алып барғым келеді сені. Түсінбедім, біз сонда үйленгеннен кейін сенің ата-анаңмен бірге тұрамыз ба? Иә, не болды? Ой, қоя айналайын. Осы жерден қоя сал, мен сенің ата-анаңмен тұрмайын. Онда тұрған несі бар? Болды, маған енді хабарласпа. Қайта. Атам мен әжем туралы айтпағаным дұрыс болыпты. Бұтыс. Той, көріп отырмыз ғой. Не көріп отырсыңдар? Кино? Пультерс біз футбол қарайық. Біз бірінші келіп отырдық қой. Бірінші келсеңдер, бірінші кетесіңдер. Енді киноны көріп бітіріп тастайықшы. Бұл үйде сендерге қарағанда менің сөзім жүреді. Біз футбол көреміз, бер пультты. Жарайды. Кет. Екі басы алға! Қоспаппын ғой? Қосыз. Ей! Алға! Уақытына кет бізді. Ой, көке! Аты отырсаңшы. Көке отырыңшы. Ұр! Ой, әкеліңдер, пультты маған беріңдерші. Көке футбол көріп отырмыз ғой? Қандай ойын көріп отырсың? Екі басы зоқ жетпес. Ой, футбол көрмейсіңдер ме одан да? Әкел. Көке, бітіре салайықшы футболды көріп. Әй, бұл үйде сендерге қарағанда менің сөзім жүреді. Әкел, жаңалық көрейін. Не көріп отырсың, шал? Жаңалық қой. Баяғы сол жаңалық па? Пультты берші. Екеуміздің сериалымыз басталады қазір. Ой, тұра тұршы, көріп болайын. Так. Бұл үйде саған қарағанда менің сөзім жүреді. Әкел пультты. Сен айтқан соң берейін деп тұрған жоқпын. Солай деп өзім шештім. Дұрыс. Былтыр елде іскерлік белсенділік айтарлықтай төмендеген. Соның салдарынан республикалық бюджеттің атқарылып көрген күніміз осы.
өзім шештім деп қояды ғой. Сәлем достар, егер де саған осы серия ұнаса, астына лайк бас, комментария жаз, достарына тарат, және де Хабар Шоу YouTube каналына тіркеліп кет.